Қазақша сөйле, өзіңнен баста. Қазақстан Республикасы Президентінің болашақ халықаралық стипендиясы стипендианттарының қауымдастығы. Жоба демеушісі Базис Люкс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. жылдың 6 сәуірі күні Тимур Бекмамбетов ұсынған шынайы оқиғаға негізделген кино жаңалығы «Алғашқылар дәуірі» кинофильмі отандық экрандарға шықты. Біз кеше ғана орындалмас қиялдай болып көрінетін құбылыстың куәсі болып отырмыз. Дубляждау жұмысы Болашақ корпоративтік қоры Марвин компаниясының қолдауымен жүзеге асырылды. Болашақ қоры Базалев студиясы ұсынған фильмді аударуды алғаш рет қолға алып отыр. Жобаның демеушісі Базис Люкс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Тимур Бекмамбетовтың жаңа кинотуындысы «Алғашқылар дәуірі» қазақ тілінде көрсетілді. Бұл ғарыш туралы Ресейдің 3D форматында түсірілген ең ауқымды кино жобасы. Аталмыш фильм адамзат тарихында ашық ғарыш кеңістігіне шыққан тұңғыш тұлға туралы баяндайды. Экранда актер өзінің тілінде орысша сөйлеп отыр. Оны қазақшылау үшін сен оны жүрегің арқылы өткізуің керек қой. Сен сол сәтте ойнап жатқан секілді. Сол кезде сол кісілермен бірге қатысып жүрген секілді. Солай болу керек. Дубляждың қиындығы, ең қиындығы сол. Ол түсіру бөлек, процесс бөлек. Тіптен қызықты жағдайды айтатын болсақ, бүгін фильмде байқасаңыз, Хабенский керует көтеріп, не жасайды ғой, денесін шынықтырады ғой. Сол кезде қатты айғайлайды. Қатты айғайлайды, айғайлағаным соншалық, мен ойлағам, басым айналып жүр, талқылар жасаған кезеңдер болды. 1965 жылы 18 наурызда Восход 2 ғарыш кемесі Байқоңырдан ұшырылады. Бұл адамзат баласының өз тарихындағы тұңғыш рет ашық ғарышқа шығуы болатын. Тимур Бекмамбетовтың «Алғашқылар дәуірі» картинасы осы оқиғаны суреттейді. Стартқа 2 апта қалғанда сынақ кемесі жарылады. Себеп салдарын анықтауға уақыт жоқ. Қауіп көп болғанына қарамастан көшбасшылықтан айырылып қалмау үшін билік барын салып жанталасады. Тәжірибелі ұшқыш Павел Беляев пен оның серігі Алексей Леонов адамзатқа әлі белгісіз белесті бағындыруға дайын. Алайда ұшу кезінде қандай жағдайлар күтіп тұрғанын ешкім болжай алмайды. Бұл миссияның барысы әу бастан-ақ дұрыс емес еді. Киноның осындай мына космоспен сәйкестіргенде біздің өзіміз қазақтың киносы да осындай үлкен деңгейге көтеріліп жатыр. Космический взлет деп айтсақ та болады. Сондықтан осы мына бүгінгі Тимур Бекмамбетовтың осы мына киноға естіп, сол арнайы келіп отырмыз. Фильмнің дубляжы Арай Медиа Групп қазақстандық студиясында өтті. Қазақша нұсқасының режиссері Айжан Жамшиитова. Фильмде басты рөлдерді Евгений Миронов пен Константин Хабенский ойнайды. Оларды Азамат Қанапия мен Ғани Құлжанов қазақша дыбыстады. Ал КСРО-ның зымыран ғарыш саласының басты конструкторы Сергей Королевті қазақша сөйлеткен Бақытжан Әлпейісов. Дубляжға 25-тен астам актер қатысты. Фильм Кинопарк 7 IMAX керуен және Бекмамбетов синема кинотеатрларында және дубляж актерлерінің, мәдени және шығармашыл зиялы қауым өкілдерінің, сондай-ақ балалар үйінің тәрбиеленушілерінің, блогерлердің, жастар ұйымдарының, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысуымен өтті. Алдын ала көрсетілімге Болашақ қауымдастығы кеңесінің төрағасы Бақтияр Мәкен, жобаның бастаушысы, нағыз жанкүйері Болашақ корпоративтік қорының қамқоршылық кеңесінің төрағасы, Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек қатысты. Бүгін бейсенбі ме? Жұма ма? Леша, уайымдама. Егер мүлт кетсек, 3 жылдан кейін тартылыс күші бәрібір жерге түсіреді. Алғашқылар дәуірі. 6 сәуірден 2D және 3D форматында.